Жақында Жапонияның сыртқы істер министрінің орынбасары Арфия Эри өздерінің түркілердің өркениетіне кіретінін және сол өркениеттің бір бөлігіміз деп мәлімдеді. Ал ақпарат қаншалықты рас? Бірге тексеріп көрейік. Бірден айта кетейік, бұл ақпарат фейк. Жапония түркі мемлекеттерінің ұйымына кіру немесе өркениеті туралы басқа да мәлімдемелер жасаған жоқ. Ал видеодағы әйел Арфия Эри емес, Жапония премьер-министрі Санае Такаити екен. Ақпарат қайдан шықты? Жаңалықты бастапқы дерек көзі ретінде түріктің Turkish Times медиасы таратқан ақпаратты айтуға болады. Олар 2025 жыл 26 желтоқсанда X платформасындағы жазбасында Арфия Эри түркі ұйымына қосылғысы келетін туралы мәлімдеме жасағанын айтқан. Дегенмен бір қызығы, сол посттың астына Эридің өзі пікір жазып, бұл ақпараттың жалған екенін мәлімдеді. Қазіргі таңда түркі мемлекеттерінің ұйымына мына 5 ел кіреді. Қазақстан, Әзербайжан, Қырғызстан, Түркия және Өзбекстан бар. Ал ұйымның бақылаушылары ретінде Түркменстан мен Солтүстік Кипр, сонымен қатар Венгрия бар. Ал сіз бұл ақпаратқа қаншалықты сендіңіз?